Ассалаумағалейкум. Назарларыңызда Аманат жобасы. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің бел ортасында жүріп, ел үшін құрбан болған текті құлан, яғни Кейкі Көкембайұлы жайлы бүгінгі шығарылымда баян етсек. Кейкі Көкембайұлы 1871-1923 жылдар аралығында өмір сүрген. 1916 жылғы торғайда болған ұлт-азаттық көтерілістің белді батыры, атақты қолмерген және мергендер жасағының басшысы. Орта жүз құрамындағы Қыпшақ тайпасының Құлан Қыпшақ руынан шыққан. Қазіргі Қостанай облысы Амангелді ауданына қарасты Байтұмақ опасында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Нұрмағамбет, жұбайы Ақжан. Кейкі отбасында 5 ағайынды: Оспан, Қосжан, Омар, Кейкі және Шұбар. Кейкінің дүниеге келуінің өзі бір аңызға пара-пар. Анасы Кейкіні көтеріп жүрген кезде қасқырдың жүрегіне жерік болған екен. Сол себепті әкесі Көкембай аң аулап әйеліне жерік асын әкеп берген екен. Жалпы Кейкі батыр өзі қыс айында туған, ол кісі туып жатқан кезде 2 жұма далаға шықпайтындай сары аяз болған екен деген аңыз бар. Ел үшін туып, ел үшін жанын қиған есіл ер жайлы халықтың аузында сақталып, бүгінге дейін жеткен талай әңгіме желілері бар. Ол кісінің кейпін көзі көргендер кезінде былай деп сипаттап кеткен еді. Балуан денелі, түсі суық адам ретінде суреттеген, және тағы бір атап өтетін жайт оның көзінің өткірлігі жөнінде айтылады. Ауыл ақсақалдарының арасында былай деп айтқан екен: Нұрмұхамед батыр болып туған азамат қой. Көзінің өткірлігі сондай, оның көзіне жауы түгіл досы да қарай алмайды дептіке. Бұндай қасиет, яғни тек батырларда ғана болады деп атап өткен. Кейкі жас шағында Жыланшық болысының алпауыты Рахмет Шашанбайұлының малын қорып, дұшпандарына аттандыратын жігіті болған. Берсе қолынан, бермесе жолынан алып жүрген жас шағында мынадайда бір оқиға болған екен дейді ел ақсақалдары. Мынау Үрпек ауылы, ол жердің көпшілігін елкелер қоныстанған. Соның Сорғылақ деген жеріне қыстыгүні жылқыны сол Сорғылақтың ішіне тастайды екен. Содан 2 рет жылқы ұрланған ғой. Содан енді елке өзі қалың ел, жігіттер қамданып, ай бұл болмайды, біз енді жылқымызды аман сақтайық, халқымыздың несібесі ғой деп, күніне 10-15 адамнан күзетке шығып, Арнаулы сол таң атқанша жаңағы қопаға кіретін шығатын жолды аңдып жатқан. Жылқы қорған ел азаматтары қалың қопаға кірер жолды екі жақ шетінен бөлініп күзетеді. Әйтсе де күткенмен басында еш оқиға орын алмайды. Күндердің күні ауа райы құбылып, ақтүтек боран ұйтқи соғады. Көз көрмес қара түнде үйірілген жылқы кенеттен астан кестен болады. Селт еткізген боранды түнде әнеміне дегенше салт-аттылар алдарынан кес-кестей өте шығады. Осыны күткен жылқы баққандар жан-жақтан анталап тұра ұмтылады. Сол тұрымтылғанда бет-бе-бет Сәтен деген ақсақал бертінде көзім көрдім мен. Өзі 4 бақ қарулы, бірақ өзі өте мінезге бай, қайратты адам еді, көп артық сөйлемейтін. Сол кісі кездесіп қалған адаммен екеуі ат үстінде айқасып, ат бірін-бірі соққанда екеуі аттан бірге құлаған. Сол енді әлдеқалай жағдайда жаңағы Сәтен жас кезі бір адамның үстінен басып құлаған ғой, кездескен адам. Кездескен адам ол қараңғыда алғының алқымынан алып, өзінше езгілеп атқанда, «Әй, тұр, мен Кейкімін ғой» деген босат деп. «Кейкі болсаң қайтейін, мен Сәтенмін» дейді. Сосын Сәтен, сен мені қинама, жібер. Жіберейін, бірақ біздің елген тиіспейсің бе? Жоқ, сіздің елген тиіспейін деген екен. Сөйтсе сол жаңағы Кейкі ақсақал екен. Бұл оқиғаны ел ақсақалдары аңыздай қылып айтып отырады. Ал Кейкінің құралайды көзге атқан мергендігіне сай, ел аузында Амангелдінің көзі мерген, Кейкінің қол мерген деген мәтелдің сақталғандығы мәлім. Оның мергендігіне қатысты ел аузында жүрген мынадай дәлелдемелерді алға тартуға болады. Торғай мен Ұлытау арасында жолбарыстай жалғыз жортып, Жапанда аң аулаған батыр бірде Торы Қыпшақ ішіндегі қара руынан тарайтын Нұртай деген кісінің үйіне мейман болып түседі. Заманға сай дәулеті бар еліне сыйлы Нұртай мен Кейкі ертеден сыйлас екен. Ол шақта байдың үйі Аққұмның бойында ұлы Жыланшықтың жағасында отырса керек. Атаға алысқа кеткен мергенді ортаға алып, мәжіліс қызған шақта балалар ойнап жүрген жақтан шу шығады. Сөйтсе өзенге құлаған киіктердің бірі
әлденеден үрікті ме, үйірінен бөлініп кетіп, тік жар тұста жиекке шыға алмай жанталасып жүр дейді. Жүзе жүріп дәл мерген отырған үйдің маңына да тақап қалыпты. Ұлы жыланшықтың арғы бетінде тайыншадай теке, бергі бетте атақты құлан қыпшақ Кика. Екі ара оқ жетер жетпес жер. Көптеген халық Киік батырдың мергендігіне тәнті болу үшін және де жаңа киіктің етін дәм татқысы келіп, Киік батырға қолқа салады, жаңа киікті атып түсіру үшін. Киік батыр тірі тұрған керегеден бір қарап, мылтығының ұңғысын шығарып, жаңағы арқасымен қарап отқан бетінде жаңағы киікті атып түсіреді. Теріс қарап отырып ақ көздегенін мүлт жібермеген Кикінің мергендігіне тұтас ауыл тәнті болыпты деседі. Сөйтіп Нұртай ауылында біраз қонақ болып тыныстаған Кика кетерінде байдың бір атына көзі түседі. Мерген мейманын риза қылып аттандырғысы келген бай сәйгүлікті Кикіге байлайды. Ол кезде жазғы жайлауға қамайтын қора жоқ, шу асау құрық салдыруға мүмкіндік бермей, қасына тақатпай біраз әурелейді. Ақыры амалы құрған Кика жігіттерге атты үйірден жеке бөліп шығаруын өтінеді. Сол кезде жаңағы бөлек шыға берген жылқыны Киік батыр қатарынан екі оқ жүзе беріп атып түсіреткен. Сол кезде ат тоқтап қалады. Яғни аттың жанына барса, жаңағы оқ аттың ұлы денесін жарақаттамай, төсі мен жалын ғана жарақаттап кеткен екен. Оқтан қорыққан ат сол қалпы бір орында тұрып қалып, солай ұстап алған деседі. Атақты құламерген Кики жайлы ауыздан ауызға жеткен аңыз баршылық. Есілердің ертегідегідей мергендігі жайлы тағы бір мынадай әңгіме бар. Жыланшық бойында өзінің құрдастарымен келетіп, сонда бір кісі айтыпты дейді, үзеңгілес жолдасы, Киік сені мерген дейді, құралайды көзге атады дейді. Анау жыланшықтың айдынның ортасында отқан шүріге үйректі атып түсіре аласың ба деп. Енді күз уақыты болса керек, күн салқын, мұз қатқан кез, қатып атқан кез. Соны Киік батыр айтыпты, соны атып түсірсем, сен барып соны алып келесің ба деп. Жаңағы кісі келісіп, екеуі бәстесіп. Сол көздемей-ақ атып түсірген. Содан жаңағы кісі енді бәстескеннен кейін сол өзінің сөзінде тұрып барып кешіп алып шықты. Бүкіл елді дүрліктірген ұлт азаттық көтерілістің тұтануына патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы армияның қара жұмысына Түркістан өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43 жасқа дейінгі ер азаматтарын шақыру жөніндегі жарлығы түрткі болғандығы белгілі. Қара халықтың бас көтергендерінің алдыңғы қатарында Кейкі Көкембайұлы да тұрды. Ол көтерілісшілердің негізгі қарулы күші мергендер жасағын басқарған. Көтеріліс штабының ең қауіпті тапсырмаларын орындап, жиі-жиі барлауға шығып тұрған. Күйік қопасындағы соғыста, Торғай қаласын қоршау кезінде және патшаның жазалаушы отрядтарына қарсы соңғы ұрыс Доғал шайқасында ерекше ерлік көрсетті. Күйіктегі оқиғаны ел арасында былай деп еске алады. Қостанайдан жазалаушы отрядтың келе жатқанын естіген ел атқамінерлері күтпеген жерден жауын мұқату үшін алдын орап күйік қопасына келіп жасырынады. Алдыменен ол мергендер тобы бір қатары жаңағы қопада жасырынғанда Кейкі бастаған азғантай топ Тышқанның тамы деген қызыл тамы, Тышқанның тамы деген там бар сол жерде. Тышқан деген батыр болған. Соған сол тамның ішіне тығылып жатқан. Жолдың жанынан өтеді. Сосын келе жатқан әскер келе жатқанда алдында жаңағы шұбар шолақты байтал мінгенде осы біздің халқымыз көргендер көп айтады. Полковник алдында келе жатқан, жанында қорғаушылары бар. Ол жерде бұлар ешкім жоқ деп ойлайды. Кейкі айтты анау. Айдық атта құлынға мінген секілді дәу адам келатыр. Мынаны атып түсірсем, аты кейін қашса, солдат беті қайтып кетеді. Төртеу бесеуін атып түсіріп, сосын түгел кетеді. Айтқандай түгел Кейкі атып түсіріп, түгел кетті екен. Кейкі онан атқан уақытында оның жанындағы жаңағы мергендер тағы басқаларын атқан. Бұл арада жасырын жатқан үлкен жау күш бар екен деп, олар кейін шегініп басшысынан айырылғаннан кейін жаңағы бір қатар офицерлердің сол жерде өлгесін, қалған солдаттар кейін шегініп кеткен. Сосын бұлар қарасын көрсетпей, сол жасырынған бетінде жаңағы күйік қопасынан қайтадан шығып, бері қарай
қыз белге қарай келген. Бұл кейкі ерлігінің бір мысқалы ғана. Торғай қаласына шабуылдың алдында Сары даланың сан түкпірінен көтерілісшілердің қалың қолы ағылғаны мәлім. Қараман Досай шешеннің 15.000 қол алдында деп бастайтын батасы бар. Соған қарағанда сарбаздардың саны 15.000-ға дейін жеткен. Кейкідей елінің алдында абырой асқан елеулі ерді сол кезде көзі көргендердің естеліктері де бүгінде еміс-еміс ұрпақтарының есінде. Оны айтатын менің Дүйсенбай дейтін әкем болды ауылда. Ол кісіні де көрдім. Сол кісінің бір әңгімесінде мына жақтан Ақшынақтан, ол кезде мына тосын болсын дейді, Ақшынақтан келген халық жиналып жаңағы ұйымдасып отыр ғой. Сол кезде дайындалып отқан кезде жаңағы кісінің айтуы бойынша Амангелдіде Кейкінің аты шығып тұрған кез, бірақ Кейкінің есімі басым болды дейді. Сол Кейкіні көруге құштар болдық дейді. Кейкіні көрдік дейді, сыртынан сөйлесіп тұрған, жаңағы Амангелдіде көрген. Амангелді кісі болған, Кейкі шағындау кісі болған екен. Бірақ шапшаң сөйлейтін, басында аққудың терісінен тігілген бөркі болды дейді. Қазақта шайқас барысында жарақаттанып, сонда да болса ұрыс даласын тастамай, соңына дейін қатысқан ерлерді қара берен батыр деп атаған. Осындай атақты ұлт-азаттық көтерілістің белді мүшесі Кейкіге де телуге болады. Үрпек доғал шайқасының қызған шағында Кейкі жауырыннан оқ тиіп жарақаттанады. Алайда қасындағы жауынгер серіктеріне білдірмей, соңына дейін майдан даласын тастамайды. Кейкі батыр сол жаңа шайқас біткеннен кейін Тастының бойындағы Мизамбай деген оташыға барып, осы оқты алып тастауын өтінеді. Мизамбай оташы осы жараланған жерін қарап, былай деп айтады: оқ ол сүйекте емес, етте, қалың етте тұр, ала алмаймын деп. Кейкі болса оған былай деп жауап береді: егер менің қансырап өлгенімді қаламасаң, онда жаңағы оқты тез алып таста, және оған егер мылтығын кезеніп, қазір дәл осы сәтте алып тастамасаң, мен сені табанда атып тастаймын деп айтады. Шыдамды ердің жауырын етін кесіп жіберіп, қаңғыған оқты қара берен батырдың қолына ұстатады. Ол оқты Кейкі шүберекке түйіп, қойнына салып алған екен деседі. Жалпы жауынмен соғысқан кезде Кейкі оң солды ата бермеген. Ол Кейкі атқанда да жаңағы жауын желкесімен де сезген деген сөз бар. Сонымен қатар Кейкі батырдың біз білмейтін тағы да бір қасиеттері, ол өте діншілдігі. Сол кезде айтып жүргені ақ орыс, қызыл орыс, сары орыс, бәрі орыс деп айтып жүрген сол кезде. 1919 жылдың 18 мамырында Торғай Ояздық соғыс комиссары халық батыры Амангелді Иманов өлтірілгеннен кейін Кейкі батыр қуғынға ұшырайды. Бұл сүргін Торғайда кеңес өкіметі орнағаннан кейін де толастамайды. Осылайша кімге сенерін білмей сергелденге түскен батыр Ұлытау Қызылқұмға бой тасалауға мәжбүр болады. Ыбырай Атамбеков начальник милиция, Байтөрин Қожабек деген милицияға Кейкіні ұстау туралы бұйрық береді. Кейкі өйткені сол кезде өсіңгі Иманғал кеңшарының несінде, мынау қазір өсіңгі сат, сол маңайда болады. Сол кезде Қосан өткел деген өткел бар. Сол Қосан өткелінен өтуге тиісті, басқа жерде өткел жоқ, осы жерден өтуге тиісті деп Қожабекке аңдытады. Осылайша Қожабек Байтөрин қасына екі серігін алып, Кейкінің жолын қарауылдайды. Іздегенге сұраған дегендей, ақшам уақытында күбір-күбір әңгімелескен дауыстар естіледі. Содан бұлар аттырып келеді, мылтықтарын кезеп, жаңағы нетіп тоқтатады. Сөйтсе тоқта дегенде жаңағы сөйтсе Кейкі екен. Кейкі тоқта дегенге тоқтайды. Қастарын еді, сонда айтты: Қожабек, енді бәрі бірге танысып, бірге бірін-бірін адамдар. Қожабек, сен жіберген маған Ыбырай ғой деп айтты дейді. Ыбырай өзі келсін мен ұстауға. Сені қазір осы жерде атып кетерім, бірақ бірге өстік қой, жаныңды қияйын, Ыбырайға сәлем айт. Мені ұстап, бір жерден ұстайын деп дәмеленбеңдер депті. Мен дейді, ол кісінің ғаламаттығы дейді, жаңағыдай дауысы шаңқ ете қалған кезде, әй, сен Қожабексің бе деп шаңқ ете қалған кезде, мен не істерін білмей қалдым, ол кісі дейді. Оның батырлығы, сұстылығы, ол кісі денелі емес, өзі орақ мұрын, денесі кішкентай, шағынған адам екен. Дегендей ақ, кейін келе Ыбырай Атамбеков қасына 20 шақты әскерилерді алып, Кейкінің соңынан шығады. Мақсат анық, тұтқындап, жауапқа тарту. Өзін жағалап келе жатқанда алдынан солдатты адам шыға келген ғой, солдатты адам сол Кейкі батыр екен. Кейкі батырды біздің атамыз танып қалады. Сосын танып қалғаннан кейін не дерін білмей сасып, тұрып қалғанда бәрді сілеп тұрып қалады.
сосын өтіп бара жатып сен әбекеңсің бе деп баяғы сөйтіп тәлгі салтаттадым. Сонда ол кейкі деген кісі екен. Өйткені ол кісіні айтпаған, мынау кейкі батыр деп айтса, жанындағы солдаттар ұстап алады екен. Содан ол кісіні ұзатып салғаннан кейін барып, бірталай қарасы үзілгеннен кейін барып, андай сол жерде тұрған адамдар қозғалып жүріп кеткен екен. Сондай сол жерде жаман қорықтым, сол кезде мені атып кетеді ғой деп ойлап едім, бірақ бұрынғы жолдастығын ойлаған шығар, мен де айтқам жоқ, ол да атып кеткен жоқ. Ол кісінің қолы мерген етті, Амангелдінің көзі мерген еді деп сөйтіп айтып отыратын. Әйткенмен бұнымен кейкіні қудалау тоқтамайды. Қайта-қайта әскер шығарып, еркін даланың ер жүрек ұлын торға тығуға тырысып баған. Сондай тағы бір оқиға былай болған деседі. Жыланшықтың бойында Қайырбектің қызыл тамы деген үлкен там бар. Бұлар суға түсіп жатқанда бас салып отряд қоршап алғанда кейкі өзінің інісін ертіп алып қашады, қашып келіп жаңа тамға тығылады. Тамға тығылғанда сол тамның алдына отряд 20-дан астам адам сол қоршап жатыр. Түнімен кейкі кіргізбейді. Таң қараңғысы кезінде кейкі айтады, мына тамнан шықпасақ, бұлар бәрібір жарықта біз өлтіреді. Ұстап алады. Сосын інісін естейді, жарайды дейді. Сонда тамның ішіне атпен кірген, атпен жаңа айқайлап шығып, қолында 5 атары бар. Алдындағы жатқандарды атпай түстен атады. Түстен атқан уақытта олар қорқып, кейкіге жол береді, жанында тұрған Жыланшық өзенінде кейкіге түсіп кетеді. Солардан жаңағы күздің күні мұз шалағатып атқан өзенге аты соларда жығылады, бірақ өзен ісімен екеуі аман шығып, кейін Ұлытауға кетеді. Қудаланумен, жасырынумен уақыт сырғып өте береді. Ақыры 1923 жылдың көктемінде Әліби Жангелдиннің арнайы тапсырмасымен Александр Токарев кейкіні іздеп келеді. Ондағы мақсаттары кейкіні Қарағұмдағы әлі басылмаған көтеріліс топтарына қосылып кетпей тұрғанда өз жақтарына тартып алу. Александр Токарев екеуі үлкен дос. Мен бұл кісінің атын шығарам, Амангелдіні қосып деп. Барған ғой 20 солдатпен. Барғасын, ай, сен қашып пысып күн өлтті, бұл не болады? Сенің атыңды шығарам, сен менімен жүр. Мынау солдатты осы бақытпен, мынау грейдердің осы бақытпен Торғайға жіберем, бәленің Торғайды болады. Біз екеуміз бір-екі солдатпен, мынағы шешеміз бар кейкінің. Біз мынау Торғайдың арғы бет, өзенің арғы бетіне жүреміз деп. Алып кеткенде кейкені түгіл қару-жарағын бәрін тапсырып, беріп, Токарев жаңағы өзінің жанындағы адамдарына беретті, олар жөнелтіп жіберіп, жанында 1-2 күзетшісі бар, сыртта отырады, олар сыртта отырады. Мынау қазіргі еңбек деп айтып жүрміз ғой, Көгалат дейді. Сол Торғайға жақын жерде жаңағы Нұршаубайдың Әбдіқалығы деген дәулетті адам, соның үйіне кеп қонады. Нөгенде Токарев басына пистолетін жастап жатқан ғой. Сонда жаңағы үйдің иесі айтқан екен, батыр, аңғал болма, көрдің бәне, ұрыстың жолдасың болса қолында қара балтаң болсын деген, басына жастан атқан көрдің бе деген, соған ана кісі, аңғал кісі сеніп қалғанда түнде Токаревті өлтіріп, жандағы соның ертіп жүрген адъютантын алып, әлімен қашып кеткен. Кейкі Токаревті өлтіргеннен кейін сырттағы 2 күзетшіні де мерт етеді. Бұлар тұтқындап алып келе жатырған татарларды, яғни 2 ақтың офицерін босатып, қасына серік етеді. Үй иесіне мәйіттерді жер қойнына беруді тапсырып тұрып, кейкі оған 3 күнге дейін үйден шықпауға бұйырады. Ешкімге хабарлама, егер бір сыбы шығарсаң, атып өлтіремін деп ескертеді де, жұбайын және інісін алып, Ұлытауды бетке алып, аттанып кетеді. Содан ол Жыланшыққа келеді, жаңызбенен ешқайда басқа жақ бұрылмайды. Жыланшыққа келеді. Жыланшықты жаңа Қарабайдың Әлжанның үйі Өткелдің аузында соған келеді. Содан түсіп, ат алайын десе, ат ауыстырайын десе, дұрыс ат жоқ. Болыс сол кездегі Асқар деген, Әлжанның інісі. Соның жақсы аты бар екен. Соны сұрау ойында болған, бірақ ол жоқ қала. Содан бұл тура енді бұл жерден ұсталып қаларым деп, Жалауылдың бойындағы Жәкеннің үйіне келеді. Бірақ сол үйге келе жатқанда бұл жолдан жаңа Асқарға кездеседі. Асқардың астында әдемі боз айғыры бар, таң асқан. Сосын Асқардан сұрайды, сен енді маған айғырыңды бер, кеме жолдаспыз. Мен осындай қиын жағдайда кетіп баратырмын.
болыс сүйікті күлігін бергісі келмейді. Әйтсе де кейкінің мысы басты ма, бәлкім көңілін қимады ма, астындағы айғырының тізгінін батырға ұстатады. Осылай екеуі екі жаққа кетіп отырады. Асқар болыс үйіне келгенде оны бұнда торғайдан шыққан қуғыншылар тосып отырған болады. Одан кейкінің қайда жол тартқанын анықтап алған қуғыншылар хабар беріп қоймасын деп Асқарды байлап матап күзет қояды да негізгі топ іле-шала аттанып кетеді. Бұл Жәкеннің үйінен түнеп, сосын Зортөбе дейді, мынау неге қарай Ұлытауға қарай кететін ашық дала бар. Соған шықса ол ұстатпай кетеді. Бірақ о күні түнде ол кетуге мүмкіндік жоқ, өйткені әйелінің аяғы ауыр. Торғайда шыққан беті ат әлсірейді. Сол жерге келіп түнеп жатқанда жаңағы інісін айтады, енді сен қарауыл бол, ешкім жоқпыз ғой. Түнде бұлар ел жата келіп жаңағы үйді қоршап алады. Ана інісі күзетіп тұрған қашан далада тоңады, ол жанындағы бір үйге кіргенде інісін бұлар көріп, оны өлтіреді, шығарып алды. Содан қараңғы түскен уақыт қанша біледі, түн ортасы дейміз, түн ортасы ешкім жатпайды ғой енді. Содан әкімнің кейкінің әйелі оянып кетіп, Ақжан, Батырай осы бірдеңе дүрсілдейді, адамдар келіп қалған шығар деген ғой. Десе дегендей-ақ, анталаған әскер үйден шыбын-шып шығалмастай қоршап алған болады. Кейкіде жалғыз мылтық, оқ аз. Көзі көргендердің айтуынша, жазалаушылардың саны 30-ға тарта деседі. Сонда түнде атыс болған. Содан ала алмайтын болғаннан кейін таң ата бергенде енді мергендігін біледі кейкінің. Отряд шегіне бастағанда оқталса да не істейміз деп баяндай айқай салған ғой кейк. Соны анау татар естіп қалғанда орысшылап орыстарға хабар берген. Шегінбеңдер, оғы бітті бұның деп. Содан кейін отряд қайта қоршаған. Оғы бітіп енді неде болса қашып құтылайық деп шыққанда татар келгенде итер бергенде кейк оқ құшқан. Сол жерде кейкінің басын кескен, әйелінің ішін жарып, баласын өлтірген. Оны айтып отырғаны сол жерде Степкеннің 12 жасар қызы болған. Сол кейкі туралы жағы әңгімені айтқан. Сонда менің мынау шатымнан оқ тиді. Ол барып қимшағымнан шықты. Мен куәсі болған 12 жаста едім деп сол кез айтқан. Сол арада жаңағы кейкі бар, кейкінің жаңағы әйелі бар. Тағы да мынау жанындағы екіншісі бар өлген. Сол далада қалады. Енді бұлар іздеуші топ, екі топ болып шыққан ғой. Біреу Токіріптің баласы болды, анау Қарсақбайға қарай тура тартқан, қараңғыдатып кетеме деп, қараңғы кетіп қаламын деп. О жақта із болмағаннан кейін олар кейін қайтқан. Мынау отряд, жаңағы жазалаушы отряд білгенін істеп, кейкінің башын кесіп алып, ананы әйелді анадайға тастап кеткеннен кейін ол келеді. Ол енді Торғайға қарай кетеді. Анау енді мына жақтан Қарсақбай жағынан келіп, ізбенен, аналардың ізіменен келіп, далада жаңа жатқан өліктің, жаңа кейкінің осы сенің қолың ғой деп қолын кесіп кетеді. 90 жылдардың бас кезінде осы үлкен ақсақалдардың айтуы бойынша кейкіні өлтіргеннен кейін басын кесіп алып, аттың қанжығасына байлап, Торғайға дейін алып барған екен. Сол Торғайға баратқанда жаңа кейкінің басы езуінен құлағына дейін жарылып қалған. Содан жаңа кейкінің езуі кере қарыс деген әңгіме қалған екен. Көздеріне қан қатқан қызыл әскер Кейкі батыр Көкенбайұлының басын кесіп алып, Торғай қаласының орталығында бағана басына 7 күн бойы іліп қойып, жұртты қорқытып баған. Кейін мергеннің бас сүйегін Орынборға жөнелтеді. Ал 1926 жылы республика астанасы Қызылордаға көшуіне байланысты Букинич деген біреу Санкт-Петербургтың антропология және этнография мұражайына Кейкінің басын құнды жәдігер есебінде сыйға тапсырады. Бұл деректердің бәрі былай қарап отырса шындыққа саяды, өйткені Санкт-Петербургта археология этнография мұражайында 60 мыңнан астам бас сүйек бар дейді. Оны кейін жаңағы мұражайға жеткізген кезде әрбірін номерлеп қойған деседі. Жаңағы деректер фондпен қарап отқанда Кейкінің басы сол 60 мың бас сүйектің арасында 3383 бас сүйек болып нөмірленіп тұр екен. Кейкінің бас сүйегі жайлы мұражай жазбалары былайша көрсетеді. 3383. Череп знаменитого бандита-казаха Кейки, уроженца Кайдаульской волости Тургайского уезда, казненного в советский период. От Букинича в дар в 1926 году. Документы. Записка собирателя 3.11.33. Ал екінші бір жазбада былайша тізімделген. Номер 3383. 45 лет.
Череп знаменитого киргизского бандита Кейки Тургайского уезда Кайдаульской волости, свирепствовавшего в степи в 22 и 23 году, наводил ужас своими зверствами на местные населения и на переселенцев, двигавшихся из Актюбинска на Атбасар, был очень набожен и всегда в молитвах раскаивался в преступлениях. Он почитается киргизами за свою храбрость и считается батырем, несмотря на свой невзрачный вид, низкого роста, худощавый. Бұл Санкт-Петербургтың антропология және этнография мұражайында Кейкі басы сақтаулы kunstkameraдан алынған құжаттардың тізбесі. Кейкі батырдың әдебиеттегі бейнесі Ғабит Мүсіреповтің Амангелді пьесасында Кете батыр болып бейнеленді. Мақан Жұмағұловтың Қыран қазасы қияда кітабында жұмбақталып айтылды. Кейкінің қара сөзде жасалған көркем бейнесі Ақан Нұрмановтың Құланның ажалы атты роман еді. Алайда кеңес заманында шыққан онда да аты анық айтылмаған. Кейкі бейнесі өз есімімен нақты айтылып, қанық бояу дерегімен түгелденіп шыққан шығарма Серік Тұрғынбекұлының Кейкі батыр тарихи дастаны және Шөптібай Байділдиннің Кейкі батыр атты еңбегі. Әйтсе де, ұлы даланың ұлтжандылының астарлы өмір жолы әлі де болса тыңғылықты зерттеуді қажет етеді. Кейкінің бассыз қалған ұлы денесі қатыгездікпен өлтірілген Жалаулының бойында жатқаны мәлім. Кейін келе Кейкі батырдың кесенесі 2007 жылы Тасты өзенінің бойында тұрғызылады. Кесене үлкен күмбезді, өзі 4 бұрышты. Артқы қабырғасына Кейкінің 3 шумақ салауаты мәрмәр тасқа жазылып бекітілген. Алдыңғы қабырғасына кесенені көтеруші Әубәкір Қылышбайұлының 2 ауыз өлең жолы жазылған мәрмәр тас орнатылған. Кесененің ішіндегі төр жақта батырдың бюсті тұр. Ортасында батырдың бас сүйегі Санкт-Петербургтегі kunstkameraдан елге әкелінгенде жерлену үшін қабыры қазылып, үсті уақытша жабылып қойылған. Және де Жалаулыдағы Кейкі батырдың бейітінен топырақ әкелінгенді. Ол да кесененің ішінде сақтаулы. Мен қазақтың боздауы қарашалы, боздағаннан қалмаған бас қамалы. Кейкі атаның сүйегін жинай алмай, өлмеген соң әйтеуір жүрген әлі. Сұлтан қайда, сүйегін қорлатпайтын, өлі тірі аруақты сорлатпайтын, халқы үшін қор болған қайран Кейкі, көрі де жоқ, соны ойлап жай таппаймын. Әубәкір Қылышбайұлы. Торғайдың бойы тарих қойтынған, шертемін десең шежіре. Сөйлейді тегіс таутас тұрған, сала біл құлақ сөзіне. Даналар кетсе, даралар кетсе, артында ұрпақ қалмай ма? Жылайын десең тіліңіз жетсе, аңызда жетер торғайда. Солардың бірі кешегі Кейкім, айтылмай кеткен ақтаңдақ. Бейтаныс маған киелі кейпің, жадында елдің жатталған. Көргендер сені қорымда жатыр, ергендер саған жоқ бүгін. Есілдер Кейкім, елеусіз батыр, тұяғы соңғы тектінің. Ұлан боп туып, құлан боп өріп, тастының бойын жайладың. Ұлы шайқаста сардарға еріп, күреске белді байладың. Небір жау жүрек, жалаң төс батыр, құрметтеп саған жол береген. Ұсынғаныңды көздемей атып, аңыз боп кеткен қол мерген. Қазақ халқында ата салтын ұмытқан өшкендіктің белгісі, өткендерін еске алған өскендіктің белгісі деген мақал бар. Түркі халықтарының ұлы ойшылы Қорқыт ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді деп айтқан еді. Өткен тарих бүгінгі ұрпаққа тағылым. Бабалар ерлігі, даналар өнегесі.
Кейкідей ұлы тұлғаларымыздың ұмтылмас сара жолы әрқашанда ұрпақ жадында. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Қалған ақ жалғығары аманат бізге.